кісіге етпе жамандық, қайта соғар өзіңе. Құдығыңа түкірме, су ішерсің көзінен. Төмен жанды кемсітпе, не боларын білмессің. Іс түскенде басыңа, зар боларсың сөзіне. Суды алтын ыдысқа құйсаң да, темір ыдысқа құйсаң да, болмысын жоғалтпай су болып тұра береді. Сен де қолыңда түгің болмаса да, байлығың төбеңнен төгіліп тұрса да, адам қалпыңнан өзгерме. 5 күн жалған өмірде тек сыйласып жүріңіз. Ұмытып уайым қайғыны, жадырап шалқып күліңіз. Асып-тасып шалқымай қанағат етіп жүріңіз. Жеткізбейді қу дүние, шүкіршілік етіңіз. Болады бәрі бастысы, сау болсын тек деніңіз. Қолыңда барда адамсың, қолыңда жоқта жамансың. Қолыңнан келмей қалғанда, шашылып қалған сабансың. Денсаулық болса амансың, бәріне бірдей жағарсың. Денсаулық сенен кеткенде ешкімсіз жалғыз қаларсың. Әжемнің даналығынан үзінді. Анау жаман, мынау жаман дей берме. Ең жаман деген пенденің күндердің күнінде бір жақсылығы болады. Өзің айналаға не шашасың, соны аласың. Күлсең бәрі күлімдейді, ашулансаң бәрі саған қаһарын төгеді. Елмен емес әуелі өзіңмен алыс, өзіңді жөнде. Жалмауыздай жалаңдап, ар ұяттан күсіппін. Қулық пенен сұмдыққа құландыдай ұшыппын. Сіз білесіз дегенге күнге күйіп пісіппін. Мақтан басқа мақтанып, деп жүріппін пысықпын. Адамның санасы қаншалықты төмен болса, ол мұрнын соншалықты аспанға сүйереді. Маған адамның кедейлігі емес, оның ойы мен жанының кедейлігі қынжылтады. Жұлынған гүл сыйлануы тиіс, жазыла бастаған өлең аяқталуы, ал сүйікті әйелің бақытты болуы. Олай болмаса әлің жетпес тірлікті бастамауың керек. Жас та өтер, бірте-бірте кәрі де өтер. Баянсыз бұл жалғанның бәрі бекер. Жаһанда мәңгі жасар жан жоқ сірә. Кетеміз, кетті келер, тағы кетер. Қателескен екенмін бір-ақ рет. Өкініштен өртенде жыла жүрек. Әр қадамды мысықша аңдымаппын. Айыптаңдар қайтемін кінәлі деп. Өкпелеңдер бұлалау қылығыма. Қондырмаңдар талпынған тұғырыма. Бұның бәрі түк емес, ал өзімнің өкінішім жетеді ғұмырыма. Кінәм жоқ деп ақиқат қырған басым. Сыздатып тұр жүректі ар қорғасын. Қателесу керек те шығар мүмкін, кешіре алатын жандар бар болғасын. Ішіңде не бар болса, сыртыңда да сол. Егер ішіңде үрей болса, өмірден қорқып өтесің. Егер ішіңде ашу болса, өмір үнемі саған шабуыл жасайды. Егер ішіңде күрессем деген ниет болса, айналаңда бәсекелестер көбейе бермек. Егер ішіңнен өзіңді кінәлі сезінсең, өмір сені жазалаудың жолын табады. Егер ішіңде өкпе, реніш болса, өмір алдыңнан өкпелетудің жаңа сылтауын тосады. Осының бәрінің бір себебі ғана бар, сенің кім екеніңді көрсету үшін, жан дүниеңде не сақтап жүргеніңді көрсетпекке. Жан дүниең қандай болса, өмір сені сол қалпында көреді. Өмірге айналамыздағы жандарға қандай болып көрінгіміз келгендей қабылдамайды. Өзіңдікін табу үшін ең бастысы менің басқаларға ұқсамайтын қандай өзіме тән ерекшеліктерім бар деп сұрақ қой. Басқаларға ұқсастығым деп емес, себебі ұқсастықтар өте көп. Өзіңнің басқалардан айырмашылығыңды, ерекшелігіңді түсінгенде, білгенде және оны қалай қолдануды түсінгенде, ішіңде жайлылық сезінесің.
Себебі сен басқалардың ерекшелігіне сай өзіңді салыстырмайсың. Әркімдікі өзінде екенін түсінесің. Болады деп арманда. Ал енді мен ақыл айтам таңданба. Қорлық үшін келген жоқсың мына өмірге, жалғанға. Мына өмірде жүрегіңде, бойыңда ыстық қан барда, болмысты да болмасты да болады деп арманда. Ал енді мен ақыл айтам таңданба. Әзіріңе әулекі боп алданба. Шығатұғын күндерге де, ататұғын таңдарға. Үмітпенен қарағайсың жүрегіңде жан барда.